Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен, бұл иман шуағы. Бүгінгі тақырыбымыз өздеріңізге уақыт туралы болмақ. Уақыттың жалпы мағынасы, уақыт дегенімізде біз толыққанды айтып өтсек. Осы орайда студия қонағын таныстыра кетейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы уақыт қорының басқарма төрағасы Ардақ Нүсіпханұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам рахматулла. Ардақ Нүсіпханұлы, енді уақытты біз қазір кеңінен насихаттап жүрміз, ел арасында уақытты түсіндіріп жатырмыз. Жалпы көрермендерге бұл бүгінгі тақырыбымыздан артық болмас. Жалпы уақыт дегеніміз не? Осыдан бастайық. Аузубилля, бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи аджмағин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді көрермендер, Алла тағала баршаңыздың отбасыларыңызға амандық, жақсылық нәсіп етсін. Мынау қасиетті Рамазан айында жасап жатқан құлшылық ибадат, берген садақаларымыз, тұтқан оразаларымызды Алла тағала баршасын қабыл қылып, еселеп, қияметтің күнінде таразымызда ауыр тартатын амалдардан болуды нәсіп етсін. Жалпы бұл уақыт дегеніміз, бір ауыз сөзбен түсінікті болу үшін айтсақ, бұл садақаның түрі. Және де уақыт жай садақа емес, садақаның сұлтаны деп айтсақ болады. Және садақаның төресі. Алла тағала мына әлемді жаратқан кезде, кез келген нәрсені жаратса, оның сұлтанын қоса жаратқан. Кез келген нәрсені біз айтамыз, Рамазан айы айлардың сұлтаны дейміз. Жұма күндердің сұлтаны деп жатамыз. Мысалы, жер бетіндегі сұлтан ол қасиетті мекен Мекке деп жатамыз. Мысалы, мешіттердің сұлтаны Қағбатулла. Сол секілді әрбір нәрсені Алла тағала жаратқанда сұлтанын қоса жаратты. Пайғамбарлардың да ішінде сұлтаны бар, адамзаттың да ішінде сұлтаны бар. Сол секілді садақаны Алла тағала Құран-ы Кәрімде өте көп жерде баян етеді. Садақа беру, Алланың жолында мал сарп ету, Алланың жолында жұмсау деген нәрсені. Енді осы жұмсаулардың ішіндегі, садақалардың ішіндегі сұлтаны бұл уақыт деп айтсақ болады. Не үшін? Өйткені уақыт деген енді сөздік мағынасын біз әр жерде айтып жүрміз. Оның сөздік мағынасы ұстау, қамау деген нәрселер береді. Нені ұстау? Яғни қолыңыздағы қандай да бір дүниені ұстап тұрып, сол нәрсе тозғанша содан бірнеше мәрте қайырымдылық, жақсылықтар жасау үшін ұстау. Ал енді терминдік мағынасын айтатын болсақ, уақыттың терминдік мағынасы бір Алла тағаланың разылығын көздеп, Алланың жолында мал сарп етуіңіз, яғни Алла тағаланың жолында жұмсауыңыз. Бұл жалпы шариғи үкімі. Енді бұл уақыттың жалпы үкімі сүннет болып табылады. Яғни көпшілеген ғұлама ғалымдардың айтуынша бұл сүннет мәндуб. Яғни Аллаға жақындататын іс және ең ұнамды іс. Аллаға жақындататын және ең ұнамды іс. Жалпы мынау садақа беру туралы, Алланың жолында мал мүлікті уақып қылу туралы, жұмсау туралы Құранда 200 жерде баян етіледі. 200 жерде баян етіледі. Ал енді не үшін уақып садақаның сұлтаны болады? Не үшін ол садақаның төресі болады? Жалпы садақаның түрлері бар және мерзімдері бар. Садақаның әр түрлісі болады. Мысалы, қазір біздің Рамазан айында беріп жатқан пітір садақамыз, ол жан садақасы. Сапарға шығып бара жатсаңыз, сапар садақасын бересіз. Ауырып қалсаңыз, ауруыма шифа болсын деп садақа таратасыз. Жолаушыға беретін садақа бар. Немесе садақаның түрлері. Мысалы, кейбір садақалар болады, бір адам тамаққа мұқтаж. Сіз оны азықпен азықтандырасыз, тамақтандырасыз. Ол садақаның жаңағы жоқ адамға тамақтандыру садақасы, және оның мерзімі бар. Оның мерзімі қандай? Ол адам тоя тамақ жеп, жүзіне қуаныш ұялағанша. Сізге сауап болып жазылды. Сонымен оның мерзімі бітті. Ал енді мысал үшін қандай да бір адам баспанаға мұқтаж. Сіз ол кісіге баспана алып бересіз. Немесе баспананы тұруға беріп қоясыз. Ол сол баспанада тұрғанша, ол сол садақаның мерзімі. Ал енді мына уақыт деген садақа, бұл сауабы сарқылмайтын. Адам баласының артынан өмірден өтіп кетсе де барып тұратын. Мерзімі өте ұзақ. Және мүлкі Алланыкі болып табылатын. Яғни Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, сендерге Алла тағаланың ризықтап берген мал мүліктеріңнен. Немесе тағы бір мәтінде не дейді? Маңдай терлеріңмен тапқан мал мүліктеріңді, ей иман келтіргендер, Алла тағаланың жолында жұмсаңдар, сарп етіңдер дейді. Яғни Алланың жолында.
осы секілді көптеген аяттар келеді. Яғни біздің тапқан таянғанымызды Алланың бізге ризықтап бергені, жерден шығарғандары. Мысалы, егін егеміз, диқаншылық қыламыз. Соны Алла тағала сізге өнім берсе, сәтін салып, сіз сол нәрседен садақа берсеңіз Алланың жолында, ол нәрсенің сауабын Алла тағала еселеймін дейді. Яғни уақыф садақасы дәл осындай нәрсе екен да. Сіздің және де бұл айттық қой, Алла тағала сізге мал мүлікті берді. Сіз оны Алланың құзырына, Алланың мүлкіне өткізуіңіз. Яғни мен мынау дүниемді Алланың жолында уақып қылдым, уақып садақасын жасадым деу арқылы сіз садақа жасайсыз. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, адам баласы өмірден өткен кезде амал дәптері жабылады, жазылмайды, тоқтайды. Яғни біздің екі иығымыздағы екі періште біздің амал дәптерлеріміз жазып жатыр. Оң жағымыздағы жақсылық, сол жағымыздағы жамандықты. Яғни сол амал дәптер жабылады, тек қана үш нәрсе ғана оған жазылып тұрады. Ол дүние тіршілігіндегі өзінің істеген садақа жариясы. Яғни садақа жария дегеніміз, сіз тіршілігіңізде мешіт салуыңыз, көпір салуыңыз, емхана салуыңыз, медресе салуыңыз, құдық қазуыңыз, немесе бір бау-бақша қалдыруыңыз артында жемісін беріп тұратын. Бұл нәрсені ғалымдар айтады, осы садақа жария уақыфтан басқа нәрсені айтып тұрған жоқ, меңзеп тұрған жоқ дейді. Бұл уақып дейді. Яғни мынау садақа жария деген садақа, бұл уақып екен. Уақып. Яғни сауабы адам өмірден өткеннен кейін барып тұратын садақа. Кейінгісі, екіншісі пайдалы ілімі артына қалдырған салихалы ұрпағы. Қараңыз. Яғни бұл садақаның сұлтаны болу осы. Ал енді жалпы садақа бұл адамның өмірі үшін өте маңызды нәрсе. Мысалы біз айтамыз, садақа беру бұл құлшылық ғибадаттың өзегі деп айтсақ болады. Мысалы біз өмірде неше түрлі құлшылық қыламыз, Аллаға иман келтіргеннен кейін намазымызды оқимыз, оразамыз тұтамыз, зекетіміз береміз, қажыға барамыз, Бұлардың барлығы Алла тағаланың біздерге міндеттеп берген нәрсесі. Қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады, мынау қандай да бір адамға өлім сәті жақындаған кезде ол адам айтады екен, я Раббым, кешіктіре көрші өлімімді, кешіктірші, тағы да берші маған өмір сүруге деген өтініштер түседі Алла тағалаға. Сол кезде Алла тағала айтады екен, сен егер мен өліміңді кешіктірсем не істейтін едің дейді. Не жасайтын едің десе, әлгі кісінің айтатыны, пенденің өлім сәтінде жатқан пенденің айтатыны фәәс-саддақа дейді екен да. Фәәс-саддақа, садақа беретін едім. Және қалай беретін едім? Бұл жерде Алла тағала күшейтпелі мағынада айтып тұр. Ф деген әріп жаңағы дереу бірден ойланбастан фәәс-саддақа тәшдидтеп тұр Алла тағала. Күшейтпелі түрде не дейді? Өкіртіп садақа беретін едім дейді. Бірден өкіртіп, басқа нәрсені айтып атқан жоқ. Намаз оқып сәждеге жатып тұрмай қоятын едім, ондай емес. Аузымды ашпастан ораза тұтата бердім, жоқ, ондай емес. Фәәс-саддақа, өкіртіп тұрып, ойланбастан бірден садақа беруге кірісіп кететін едім. Раббым, өмірімді ұзартшы дейді. Сонда бұл не дейміз біз? Садақа құлшылықтың нағыз өзегі болып табылатын дүние екен. Енді мына бізде тарихқа көз жүгіртсек, тарихымызда уақып жасаған адамдар болды ма? Әрине, біздің елімізде осы күнге дейінгі қазіргі біздің мынау куә болып жүрген, өзіміз құлшылық ғибадат етіп жүрген әрбір мешіттеріміз бұл уақып деп айтсақ болады. Тек оны жаңағындай мен бұны уақып қылдым. Уақып деген сөз бізге таңсық болып тұр қазір. Бірақ оның амалы емес. Амалы біздің елімізде жасалған. Амалы уақып болып тұр. Бұл мешіттер таза қайырымдылық бағытындағы жасалған діни уақып деп айтсақ болады. Уақыптың түріне сәйкес келетін. Және мынау медреселеріміз біздегі, қаншама тіпті мынау біздің Әмір Темірдің салдырып кеткен Яссауи кесенесі, тек қана кесен емес, ол кешен. Ол кешен, өйткені ол жерде намаз оқитын орны бар, дәрісханасы бар, асханасы бар, құлшылық ғибадат ететін жері бар, мәжіліс залы бар. Бұл яғни кешен. Осының өзі салынып болғаннан кейін осы кесенеге арнайы уақыпнама жазылып кеткен. Бұл уақып деп аталған. Өйткені оның жаңағы тұрған тайқазанының өзінде бір жылқысы сойылып, тамаққа зәру болған адамдарға тамақ тарқату үшін тұр ол тайқазан. Оның сыртындағы моншасы, егістік жерлері, суармалы, суармайтын жерлер, оның барлығы осы уақыпқа қызмет еткен. Біздің тарихымызда одан тыс жалпы елдің игілігі үшін өзі сол нәрседен пайда көрмейтін дүниені егер адам шын ықыласымен, ниетімен жасаған болса, бір Алла деп, оны уақып деп айта аламыз.
Яғни бір нәрсені елдің игілігіне салып берді. Мысалы бізде қазір бағдарламалар бар ғой, туған елге туың тік деген секілді. Сол туған еліне бір нәрсені салып берді, бірақ одан өзі ешқандай пайда көріп тұрған жоқ. Пайда көруді мақсат тұтпайды, ендеше ол уақыптың ісіне жататын нәрсе. Тек бұл жерде ықылас ниетті Аллаға уақып деп түзеп алсақ болды. Зекет пен уақыптың айырмашылығы қандай? Зекет бұл Алланың ісі. Алланың мүминге парыз еткен парызы. Бұл парыз. Яғни, егер Алла тағала сізді мал-мүлікпен мүліктеген болса, сіз соның қандай да бір мөлшерін зекет беруге тиесілісіз, міндеттісіз. Ал енді уақып міндеттісіз емес. Мысалы, біз зекет пен уақыптың айырмашылығын былай түсіндіруге тырысайық. Алла тағала бізге 5 уақыт намазды парыз етті, ол парыз. Сіз шаршап тұрсыз ба, сапарда жүрсіз ба, дәрет алатын су суық болып тұр ма, ол қарамайды. Ол сізге парыз, оны уақытында кешіктірмей орындау міндетіңіз. Сол секілді Алла тағала зекетті парыз етті. Мынау садақа, мынау парыз намаз. Сол секілді мынаны қойып қоямыз былай қарай парызды. Енді уақыпқа келейік. Мысалы, мынау зекет, яғни парыз білдік. Уақып парыз емес. Бұның үкімі сүннет, сүннет мәндуб. Яғни орындауы Аллаға өте ұнамды, Аллаға жақындататын іс. Сөйтіп, парыз намаздан тыс намаздар бар ғой бізде, нәфіл құлшылықтар бар. Ертең қияметтің күні болған кезде Алла тағала бірінші намаздан сұрайды. Намазы толық па екен дейді. Сол кезде періштелер айтады екен, Раббым, намаздарында олқылықтар бар екен деген жауап береді екен Алла тағалаға. Сол кезде Алла тағала айтады, егер парыз намаздарында олқылықтар болса, оның нәфіл қосымша құлшылықтарын қараңдар. Қосымша құлшылықтары бар екен Раббым десе, ендеше сол парыз намаздағы кеткен олқылықтарды мынау қосымша намаздары толықтырсын дейді. Түсіндіңіз бе? Сөйтеді екен де парызды толықтырады. Сол секілді мынау сүннет орындалуы ұнамды іс, бірақ мына жақта қосымша намаздар бар. Мәселен, мен уақытты былай айтсам, тахаджуд намазы секілді нәрсе. Парыз емес, міндет емес. Оқымасаңыз күнә жоқ. Оқысаңыз бірақ үлкен жетістікке жетесіз, Алланың алдында орныңызға ие боласыз. Тахаджуд намазы, Алла тағала айтады, кімде-кім тахаджудқа тұрған болса, не сұраса берем дейді. Күнәсін кешіру керек па? Кешірем. Қатесін жарылқау керек па? Жарылқайым. Тілегі бар ма? Орындайым. Яғни, тахаджуд намаз деген адам баласы түн ортасында кім деп тұрады? Бір Алла деп қана тұрады. Ықылас ниеті тек қана Алла болады. Ол кезде сізді жұмыс мазаламайды түннің қақ ортасында, Ол кезде сіз жаңағындай телефоныңызға қарап, телефон ақтарып кетпейсіз. Тек қана ықылас ниетіңіз Алла және Алламен сырласатын шақ. Солай ғой. Тахаджудке кім тұрады? Құдайын сүйген, Алланың алдында абырой табайын, сырласайын деген адам тұрады екен тахаджудке. Сол секілді мына уақып садақасын кім жасайды? Аллаға ұнағысы келген жандар жасайды екен. Алла тағаланың разылығын табайын, мені міндеттемесе де Раббым деген нәрсе ғой. Мысалы үшін мынау Рамазан айында біз ішіп жеуден тыйыламыз, адал болған судан тыйыламыз, адал болған тамақтан тыйыламыз, адал болған жардан тыйыламыз. Мәселен, сол секілді не үшін тыйылып жатырмыз? Аллаға жақындайыншы деп тыйылып жатырмыз. Ал уақып садақасы да тура осындай сізге міндет болмаса да Аллаға жақындайыншы деп орындайтын садақаның бір түрі. Бұның зекет пен уақыптың айырмашылығы осындай деп айтсақ болады. Уақыттан қоғамға қандай пайда бар? Уақып жалпы бүкіл мұсылмандардың жағдайын, әлеуметтік мәселесін жақсарту үшін және де исламды өркендету үшін қажет болған дүние. Ислам ғұлама ғалымдар айтады, исламды көтеретін ислам банктері емес дейді, ислам уақыфтары дейді. Яғни кімде-кім қолындағы бір бар мал дүниесін уақыфқа өткізген болса, уақыф деген үлкен қор ғой. Ол уақыфқа өткізген болса, ол қалай өтеді оған? Ол енді сатылмайтын, сыйға тартылмайтын, кепілдікке қойылмайтын, мирасқа қалмайтын болып өтеді. Мирасқа қалмайтын болып өтеді. Яғни ол оның қызығын мұсылмандар, оның жақсылығын, пайдасын мұсылмандар көреді. Кем кетіктер, кем бағалдар, жолаушылар, жолда қалғандар, немесе исламды өркендететін мысал үшін әртүрлі бағыттар болады.
сол бағыттарға бұл жұмсалатын болады. Оқу ақылары, шәкіртақылары, емханалар, дәрі-дәрмек, мысалы үшін мұқтаж адамдарға тиесілі болған нәрселерге пайдаланады. Сол себепті бұл уақыфтың пайдасы тек қана қоғамға, айналасындағы мұсылмандардың жағдайын жақсартуға жұмсалатын дүние. Мысалы, зекет белгілі бір топтарға берілетін болса, белгіленген 8 топқа берілетін болса, уақыфта ондай белгілі топ жоқ. Яғни уақыфтың қаражаты, түскен садақаның пайдасы, уақыфтың қаражаты сол жолда жұмсалатын болады. Яғни бұл уақыф деген садақа ол біздің ойлап тауып жатқан нәрсеміз емес. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті және өзінің сахабаларына бұйырған нәрсесі. Кеше Омар радиаллаху анху пайғамбарға келіп ақылдасты ғой, Алла тағаланың елшісі, мен осындай бір қатты үлкен байлыққа кенелдім, Хайбар шайқасынан кейін олжалаған, сол туралы ақылдасайын деп едім, не бұйырасыз дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты Омар радиаллаху анхуға: ей Омар, қаласаң бұл жерді уақып қыл да пайдасын садақа қылып тарқатып отыр деді. Сөйтіп Омар радиаллаху анху не істеді дейді? Ол жерді сатылмайтын, мирасқа қалмайтын қылып уақып қылды дейді. Сөйтіп бірнеше адамдарды тағайындап, одан түскен пайданы жолда қалғандарға, жолаушыларға, міскіндерге, кембағалдарға ақшасын не істеді дейді? Түскен пайдасын үлестіріп садақа қылып отырды дейді. Яғни бұл сахабалардың жасап кеткен дүниесі. Енді біз қазір неге бұл нәрсеге кірісіп жатырмыз? Өйткені бұл мынау біздің қаншама жылдық оданнан кейін ислам құлдыраған шағында, біз өзі мұсылмандығымызды ұтып, мұсылманшылығымызға қарай көп белең алып кеткен шақта, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ұмытылған сүннеттерінің қатарында болып тұр. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: қияметтің күні жақындағанда, менің үмбетім бұзылған шақта дейді. Яғни сүннеттерім ұмыт бола жаздаған кезде, кімде-кім менің сүннетімді ұстанса, ол адамға 100 шахидтің сауабы беріледі дейді. Яғни бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ұмытылған сүннеті болып, біз оны қайтадан халықтың ішіне кіргізіп, халыққа мүмкіндік жасап берсек, яғни Аллаға жақындауына, сіз мынау нәрсені былай уақып қылсаңыз болады, былай істесеңіз Аллаға жақындайсыз, бұл Аллаға ұнамды іс деп ұсынсақ, біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін жаңартқан боламыз және ол адамның бақытқа жетуіне бастама жасаған боламыз. Енді уақытты сіз айтып отырсыз, жаңағы бір заттай, бір мүлік, бір ғимарат, бір кешен деп. Қаржылай берсе бола ма уақыпқа? Қаржы салу? Әрине, уақыпқа қаржылай да берсе болады. Өйткені уақыптың қарамағына түскен қаржы мақсатты жерге жұмсалады. Мәселен, біреу қаржы бөліп, сол қаржы мына жерге жұмсалсын десе, ол сол шартты түрде сол жерге жұмсалады. Өйткені шариғатта мынандай нәрсе бар: уақып қылушының шарты шариғаттың шартымен тең деген қағида бар. Яғни кімде-кім қаржыны беріп, мынау мында жұмсалсын десе, немесе сол уақыптың ісінің ары қарай дамуына үлесін қосып жатқан болса, немесе оның қаржысына Құран кәрім басылып жатқан болса, ол тарқатылып жатқан болса, неге оны қаржылай бермеске? Немесе пайдалы кітаптар, немесе қазіргі таңдағы бізге өте қажет болып тұрған, мысалы үшін исламға, дін исламға өркендеуіне қажет болып тұрған. Қазір мысалы заман дамыған кез, біреу уақып қылды дүниесін. Ол уақып қылған дүниеге осындай бір керемет студиялар құрылса, мысалы студиялар кеңейсе, жаңарса, үлкен бағдарламалар түсіретін студиялар жасалса, ол қаржы осы жолға жұмсалып жатса, кәнекей, ол арқылы қаншама таспалар жазылып, халыққа пайдасы тиіп жатса, ол да уақып. Енді уақып садақасын қалай жасаса болады? Сіздер тарапынан мүмкіндіктер жасалған ба? Әрине, қазір біз осы халықтың ішінде мынау уақып деген сөздің өзі, уақып садақасының өзі таңсық болып тұрғандықтан бірнеше жобалар жасап жатырмыз. Қазіргі таңда үлкен біздің әлеуметтік және де жаңағыдай бір кісі қаржысын берген болса, соны қаржыны кәсіптік бағыттарға жұмсауға біз жобалар жасадық. Арнайы проектілер жасап жатырмыз. Оның әлеуметтік жобалары біздегі жаңағындай баспа үйлері, басқалар. Одан кейін біз қазір Алла жазса, мынау мешіттеріміздің ауласынан шағын дүңгіршек дүкендер қоймақшымыз. Яғни уақыфтың атынан. Бұл халыққа жасалған, уақып жасауға жасалған мүмкіндік деп айтсақ болады. Өйткені ол дүңгіршектерді кім қоя алады? Алланың жолында уақып қылғысы келген адам қояды. Мысалы үшін біреу бір дүңгіршек қойып береді. Ол дүңгіршектен мысалы үшін біреуге жалға берілген кезде одан түскен қаржы тек қана садақа бағытында жұмсалатын болады. Пайдасы тек садақаға жұмсалады. Және уақыптың садақалары өзі мақсатын әу баста бекітіп алған: білімге, мәдениетке, ғылыми зерттеуге, кітап басуға, Құран шығаруға, сапалы кадр даярлауға,
жұмсалатын болады. Яғни уақыфтың садақасы тек қана ислам мен қоғамды өркендетуге тиесілі болған нәрселерге жұмсалады иншалла. Сол себепті сол павильонды мысалы дүңгіршекті біреу мешіттің ауласына қойса, уақыф еттім деп. Одан түскен пайда қайырымдылыққа жұмсалса, бұл уақыф. Немесе өмірден өткен адам. Біреудің ата-бабасы өмірден өтті. Оның артынан жақсылық жасағысы келеді. Қазіргі таңда біз мәселен қандай бір ауылдың жанынан өтіп бара жатсаңыз, зәулім сарай зираттарға көзіміз түседі. Керемет, үлкен бір қабырғадай мраморлар қойылған зираттар. Мәселен, біз адамдарға сол нәрсені түсіндірсек, сіз мынау жаңағы өмірден өткен ата-бабаңыздың басына үлкен зәулім сарай зират салғанның орнына жақсы дұрыс құлпытас қойыңыз, аты жөнін жазыңыз, бірақ мына нәрсені қойсаңыз уақыф қылып, бұл сол адамға пайдасы тиеді. Тіріге де өмірден өткен адамға да бұның үлкен пайдасы тиеді деп түсіндірсек, мысалы. Кімде-кімнің әке-шешесі өмірден өтсе, сол нәрсені мешіттің ауласына қойса, одан түскен пайда садақаға жұмсалса, бұл уақыф болып табылатын еді иншалла. Енді осы күнге дейін қандай да бір дүниесін уақыф қылған адамдар болды ма? Жұмыс қалай жүріп жатыр? Әрине, қазір уақыф қылып жатқандар бар. Біз өткен бір сапарымызда Қарағанды облысында болдық. Сол Қарағанды облысында бір кісі өзінің әкесінің атынан өмірден өткен бір саяжайды, басында 2 этажды ғимарат үйі бар, сол саяжайды уақыф қылды. Заңды түрде нотариуспен соны біздің уақыф қорының меншік иелігіне берді. Яғни ол нәрсе енді сол Қарағанды өңіріндегі оқып жатқан 50 шәкірт бар, сол шәкірттердің пайдасына жұмсалатын болады. Сол жерде жеміс егіледі, тапқан пайдасы сол жерге жұмсалатын болады. Кеше Семей сапарында болдық, міне күні кеше Семей сапарында келдік. Бір кісі ол жерде өзінің тұрып жатқан Семейдің қақ ортасында, қаланың қақ ортасында тұрып жатқан үлкен зәулім сарай үйін уақыф етті. Қалай уақыф қылды? Ол кісі өсиет жазды. Завещание дейді, кәдімгі өсиет қалдырды артына. Егер мен өмірден өтсем, қайтыс болсам, осы маған тиесілі барлық мүлік Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының уақыф қорына өтсін, соның меншік иесіне өтсін деп артына өсиет қалдырды. Мысалы, осы жерде біздің бір айта кететін нәрсеміз, халықтың құлағына құлағдар қылайық бұл нәрсені. Мысалы, кейде адам баласы өмірден өтеді, артына мирас қылып үйін қалдырып кететін, немесе бір мүлкін қалдырып кететін ешкім болмайтын шақтар болады кейде. Сөйтіп, немесе бір асатынан өмірден өтеді. Сол кезде, мысалы, ол дұрыс жаңағы мемлекеттің тарапына басқаға өтіп жатыр. Егер сол нәрсені мынау ағамыз секілді қазір үлкен нәрсеге бастама жол ашып беріп отыр бұл кісі, артына өсиет қалдырған болса, ол сол уақыф ол кісі өмірден өткеннен кейін де ол кісінің артынан сауап болып барып тұратын дүние. Мысалы, ол жер ертең мешіт, медресеге айналуы мүмкін, немесе бір үйге мұқтаж болған адамның баспанасына айналуы мүмкін, аяғынан тұрып үй сатып алғанға дейін. Бірақ ол адамға ең бастысы бұл ол кісінің келешекке салып кеткен капиталы деп білесіз. Яғни Алла тағаланың алдындағы қазандығына салған өзінің сауап қоржыны. Ертең амал дәптерінің таразының оң жағын ауыртыртатын салихалы амал болады. Міне, осындай жолмен де, өсиет жолымен де қазір біз уақыф жасасақ болады екен. Алла разы болсын, Ардақ мырза, бүгінгі студиямызға келіп, уақыпты осы қазіргі қазақ қоғамына нақты тұшымды түсіндіріп бергеніңізге ризамыз. Алла разы болсын. Қадірлі көрермен, бүгінгі иман шуағының біз соңына жеттік. Осы тақырып турасында, уақыттың мәні, мағынасы турасында ой қозғап, ой бөліскен студия қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы уақыф қорының басқарма төрағасы Ардақ Нүсіпханұлы. Алла разы болсын, амандық тілейміз. Жасап жатқан бастамаларыңыз оңынан болсын. Біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Ел аман, жұрт тынышта, қайта қауышқанша.